Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің балық сорпаны қалай дайындаймын, сол рецебтінің нұсқасымен бөлісетін боламын. Мен бұл сорпаны қызыл балықтан жасадым, семганын. Ал кеттік, ондай болса. Ең алдымен қайнап тұрған майымызға ұсақталып туралған пиязымызды қуырып аламыз. Оның үстіне дәл осылай ұсақталып туралған сәбізімізді салып, екеуін жақсылап қуырып аламыз. 1-2-3 минут. Арасында араластырып отыруды да ұмытпаңыздар, қатты күйіп кетпесін пияздарыңыз. Әдемі болмай қалады, пияздарыңыз күйіп кетсе. Келесі біз басқа қосатын заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Мен балықты да, картопты да ұсақтап турап алдым. Барлығын ұсақтап турайым. Енді брокколдарымды бөліп, осылай тазалап, яғни кішкене ұсақша етіп, орта кездерінен бір-бір бөлсеңіздер жетеді. Қатты ұсақтап та керек емес брокколдарды. Міне осылай ажыратып аламыз. Келесі қызанақтарымызды ортасынан бөліп дайындап аламыз. Мендегі кішкене қызанақтар, яғни черри түрі. Келесі біздің сәбізіміз бен пиязымыз қуырылып болдау деген кезде үстіне дәл солай ұсақталып туралған картопымызды саламыз да, осылай жақсылап араластырып, дәл видеодағындай үстіне қайнап тұрған 1 литрдай су құйып, осы жаңағы картопымыз, сәбізіміз бәрі піскенше қайнатып аламыз. Үстіне тұздайсыздар, дәміне қарай. Картоп піскеннен кейін үстіне брокколдарымызды салып, 1-2-3 минут қайнатып пісіріп аласыздар брокколдарыңызды. Және қажет болған жағдайда үстіне 1 литрдай ыстық су құясыздар. Ол сіздердің сорпаларыңыздың сұйық не болмаса қоюлығына байланысты. Келесі брокколдарды 1-2 минут қайнатып алғаннан кейін үстіне балығымызды саламыз. Дәл 4 бұрышты етіп туралған бағанағы картоп, сәбіз сияқты. Одан кейін черри қызанақтарымызды саламыз. Және қойылтылған сливкімізді құйып, үстіне 1 ас қасық қаймағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, оттың астын сөндіріп, үстіне бұрыш саласыздар да, кастрюльдеріңіздің қақпағын жауып, 10-15 минутқа осылай қалдырасыздар. Өзі бұғып, арасында көкөністердің дәмінің бәрі сорпаға шығып, керемет болып тұрады. Ең соңында қалауларыңызша үстіне жаңағындай кинза саласыздар, не болмаса петрушка салып, араластырып, осылай дастарханға ұсынсаңыздар, өте керемет сорпалардың бірі. Өзіме қатты ұнайтын сорпалардың бірі. Видеоның соңында видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің рецебім бойынша дайындасаңыз, мені белгілеп кетуді де ұмытпаңыз. Ас болсын!